Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 19-ы. Сегодня 19 мая. Аптаның екінші күні. Сейсенбі. Второй день недели. Вторник. Сабағымыздың тақырыбы «Сен ауылда болдың ба?» Тема нашего урока «Ты был в ауле?» Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. Бүгін Д әрпін жазамыз. Мы сегодня пишем букву Д. Д. Достар. Дәптер. Дала. Доп. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Новые слова. Жаз. Жайлау. Дәптерге жазамыз. Теперь, ребята, пишем новые слова. Жаз, лето, жайлау, пастбище. Теперь, ребята, вместе прочитаем данный диалог. Алакай, демалыс. Ура, выходной. Немесе ура, каникулы. Мен ауылға барамын. Я еду в деревню. Жайлауға барамын. Иду на пастбище. Сен ауылда болдың ба? Ты был в ауле? Я болдым. Да, был. Әлібек, мен ауылға барамын. Сау бол. Әлібек, я еду в аул. До свидания. Сау бол, Анель. Мен де ертең жайлауға барамын. Пока, Анель. Я еду на пастбище завтра. Өте жақсы балалар, ендеше есте сақтаңдар. Теперь, ребята, запомните. Сен ауылға барасың ба? Когда задается вопрос, сен ауылға барасың ба? Ты пойдешь в аул? Поедешь в аул? Я, мен ауылға барамын. Да, я еду в аул. Немесе жоқ, мен ауылға бармаймын. Я не поеду в аул. Енді балалар, бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Сен ауылға барасың ба? Сен өзенге барасың ба? Давайте вспомним, ребята. Өзен, река. Сен жайлауға барасың ба? Сен тауға барасың ба? Тау, гора. Ендеше балалар, қайтадан диалог оқимыз. Давайте прочитаем диалог. Бұл Анель, это Анель. Бұл Әлібек, это Әлібек. Мен жазғы демалыста ауылға барамын. Ауылда өзен бар. В ауле есть река. Мен балық аулаймын. Шомыламын. Я купаюсь. Ловлю рыбы. Дейді Әлібек, сказал Әлібек. Анель говорит, мен ертең ауылға барамын. Я завтра поеду в аул. Аулда атам мен әжем бар. В ауле есть дедушка и бабушка. Мен жайлауға барамын. Өте жақсы, если все понятно, екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Анель қайда барады? Анельдің атасы мен әжесі қайда тұрады? Где живут бабушка и дедушка Анель? Әлібек жазғы демалыста қайда барады? Ауылда өзен бар ма? Әлібек ауылда не істейді? Что делает Әлібек в ауле? Сен жазғы демалыста қайда барасың? Ты куда поедешь в летние каникулы? Жазғы демалыста не істейсің? Что ты делаешь во время каникул, летние каникулы? Өте жақсы балалар, енді тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.